Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сізбен бауырдан жасалатын оладьидің рецептісімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады, ысылай да, салқындай да ұсына берсеңіздер болады. Бұл рецептпен түсірілген оладьиді бауыр жақсы көрмейтін адамдар да, кішкентай балдар да сүйсініп жейді. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бауырды, пиязды, сәбіз және картоп, сарымсақтың барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Үстіне жұмыртқа жарамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт және сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтау масса шықты. Орташа отта 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Мен сковородкаға аздап май жақтым. Егер де сіздің сковородка антипригарный болса, онда жағу міндетті емес. Оладьиді осы рецептпен міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сымбат, сау болыңыздар.